Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге арнап жаңа рубрика аштым. Ол рубриканың аты тағамдар тарихы. Ол жерде біз неше түрлі тағамдардың шығу тарихын, қалай жасалатынын бәрін толығырақ айтатын боламыз. Егер де сіздерге біздің рубрика қазірден бастап ұнап жатса, онда лайк басып, пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Манты Орта Азиядағы біраз елдердің Түркия, Монғолия, Корея, Татарстан, Башқұртстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, тіпті Қытайдың да ұлттық тағамдары болып кеткен. Ол майда туралған ет пен пиязды, жұқа жайылған қамырға салынып, буға пісетін тамақ түрі. Осы жерде сіздерден бір зат сұрай кетсем бола ма? Келесі жолы осы рубрикада қандай тағамның тарихын білгіңіз келеді, соны пікір алаңына жаза кетіңіз. Ендеше ары қарай кеттік. Манты сөзі түркі тілінен шыққан. Моңғолдар оны буыз деп атайды, ал ашытқы қосып жасалған түрін мантун буыз дейді екен. Ал Қытайда бауызы немесе мантау дейді. Мантының салмасы алуан түрлі болып келеді. Қазақтар ет, қойдың майы, пияз, асқабақ, картоп қосып жасайды. Көктемде неше түрлі аскөктер қосып та жатады. Ұйғыр халқы асқабақ пен жусайды араластырып жасайды. Тоңғандар қуырылған манты жасайды. Оны ең бірінші буға пісіріп, артынан қуырып алады. Монғолияда салмасына сиыр еті, қозы еті, жылқы еті, түйе етінде қосып жасайды. Ал енді қамырына келсек, суға ұн, жұмыртқа, тұз қосу арқылы қамыр еленеді. Немесе ұйғырлар мен доңғандар оған ашытқы қосып дайындайды. Ұйғырлар мантыны лазджан соусымен жегенді қатты жақсы көреді. Оны қызыл ащы бұрышты майға тұшытып жасайды. Тәжіктер мантыға жалбыз бен базиликті қосып жібереді екен. Және мантыны қаймақпен, сары маймен немесе көкөністі салаттармен жейді. Осымен құрметті көрермендер, біздің рубрика соңына шықты. Сіздерге манты жайлы кішігірім мағлұмат бердік деген үміттемін. Ендеше сіздерге осы рубрика ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және тағы да қайталап айтамын, қандай тамақтың тарихын білгілеріңіз келеді, соны пікір алаңына қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Малика, қош, сау болыңыздар.